Рас, қазір электр қуатымен жүретін көлік мініп көпті таңғалдыра алмайсыз. Ал темір тұлпарыңыз сумен жүрсе, әңгіме басқа. Ондай күн алыс емес сияқты. Отандық өнертапқыштар арнайы генератор ойлап тапты. Айтуларынша құрылғы бензинді сумен алмастыруға мүмкіндік береді. Инноваторлармен әріптесім Ердәулет Байдулаев кездесіп қайтты. Сумен жүретін көлік дегенде тұтас техниканы меңзеп тұрғанымыз жоқ. Отандық өнертапқыш Диас Ораловтың ойлап тапқаны сутекті генератор. Осы шағын құрылғы бензиннің белгілі бөлігін сумен алмастырады. Шамамен 100 шақырымға 3 литр шығындайды. Екі газ шығады, кислород пен водород. Сол водородты біз қолданып, мынау двигательге қосып, содан не шығады? Бірінші, ол бензинге араласады. Бензинге. Содан шығып жатыр экономия бензиннің 40%-ға дейін. Екінші, мотор көлік жақсы жүреді, тартады. Ең бастысы, құрылғыны техниканың жаңа не ескі екендігіне қарамастан, сондай-ақ жеңіл және жүк көліктеріне де орнатуға болады. Қазір бұл өнертабысты патенттеу жұмыстары аяқталуға жақын. Сәтін салса, экспода қонақтарға көрсетер құнды дүниенің бірі болғалы тұр. Заводта 150 мың теңге шығады. Егер мотор болса, соған орнатамыз. Ол бензин болсын ба, инжектор, әлде форсунка, дизельный, оған бәрібір. Мен мұнда уже гарантия бере аламын. Цемент, жол құрылысына қажетті қоспалар, жылу ұстағыш материалдар. Мұның бәрін жаңа кен орындарын ашпай-ақ, темір өндіруден қалған қалдықтан да алуға болады. Қазір бір ғана Теміртауда осындай 40 миллион тонна қалдық керексіз күйде жатыр. Егер жолдарды жобалау құжатына осы материалды да қолдану туралы өзгеріс енгізсе, екі мәселені шешуге болады. Біріншіден, тас іздеп карьер қазудың қажеті жоқ. Екіншіден, қалдықты кәдеге жаратып, қоршаған ортаға тигізер зиянды жоямыз. Көрмеде желден қуат өндіру, экологиялық жылу қазандығы, балық пен өсімдік шаруашылығына қажетті тиімді әдістерді көрсетілді. Мұнда келген адамның 35 технологиямен танысуға мүмкіндігі бар. Бүгінде Арнасай ауылда жасыл технологиялар орталығының атауына лайық кейіпке ене бастаған. Мұндағы үйлердің ауласынан да, көше бойынан да ағаш көшеттерінің көптеп отырғызылғандығын аңғару қиын емес. Ал қазір бір кездері қараусыз қалған саябақ қайта қалыпқа келтірілуде. Ердәулет Байдулаев, Есбол Мұратұлы, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан.